Қайырлы күн ханымдар, бүгін бізде сансевьерия гүлі. Яғни мен қазір қолымдағы муншайн сорты сансевьерия гүлінің. Осында бір сабағы кішкене тереңде тұр, сосын ортасында су ұзақ тұрып қалған екен, ол менің қателігім болады. Соны мен қазір кесіп алып тастадым. Сонымен тамырлату жолын көрсеткелі жатырмын. Тамырлату жолында бізге вермикулит жарайды, песок жарайды, тор, қарапайым грунт та жарайды, бірақ адамдар тез нәтиже көру үшін су құйып, тысқа стаканға тұндырылған су құйып, былай салып қоямыз. Нәтижені тез көресіз. Тамырлап болды деген секілді. Және де бір әдісі өте өлермен гүл, брендті гүлдер қатарына жатады. Сондықтан суды өте аз ішеді. Менде су шашқан кезінде мына бұрыштарында тұрып қалған, суменен осылайынан шіріп бастаған. Мен оны уақытында байқап, кесіп алып тасын, алда көре жатамыз. Ту барысында жүріп жатқан гүлдердің қатарына қосып қоямын.